Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге пілдер туралы айтып берем. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Пілдер жер бетіндегі үлкен жануарлардың бірі. Олар күніне 2-3 сағат қана ұйықтайды екен. Қалған уақытын тамақ іздеумен өткізеді. Бір тәулікте 400 килограмм өсімдік жейді. Және 300 литрге дейін су ішеді екен. Пілдер бір-бірімен адамның құлағын қабылдамайтын. Төмен жиектегі шулармен 15 километр қашықтықта сөйлесе алады. Олар бұл шуларды аяқтарымен қабылдайды. Пілдердің жүрегінің салмағы 30 килограмм, ал миының салмағы 5 килограммды құрайды. Еске сақтау қабілеттері өте жақсы дамыған. Аналық пілдер 22 ай жүкті болады. Бұл жануарлардың үлкен құлақтары кондиционердің қызметін атқарады. Ауаның айналымын тездету үшін құлақтарын үнемі қозғалтады. Осы уақытқа дейін пілдер ғалымдарды ақыл парасатымен таңғалдыруды тоқтатпайды. Бұл таңғажайып жануарлар шынымен де өте ақылды. Олардың азулары өмір бойы өседі екен. Пілдер секіре алмайтын жалғыз құрлық сүтқоректілері. Пілдер ертеден келе жатқан адамзаттың нағыз көмекшілері. Мамонттар пілдердің туысқандары болып табылады. Мінекей достар, пілдер туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.